Бул аяк кийим Кариден алдым кызыма. Бул мындай резиновый сапожки, жаңбыр жауганда киетін, 20 размер, өте әдемі. Кызыма унады, минимал және единорог, өте модный персонаждар. Сіздер ғой балалар жаңбырда жүгіргенді, жаңбырда ойнағанды, сосын нені су шалшықтарын басқанды өте жақсы көреді. Келесі бұл да аяқ киім, кызыма алдым, бұны инстаграмнан алдым. Flamingo деген бренд, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бұл ресейлік бренд. Российский аяқ киімдер. Осындай күзге киетін күздік аяқ киім. Кроссовка сияқты и спортивный, и былай да көйлек сондай аяқ киімдермен киюге болады. Өте біз уже бұны киіп үлгердік. Өте ыңғайлы, жеп-жеңіл ше. Балалардың аяғында өте әдемі тұрады екен. Қызыма өте ұнады. Бұл бізде 21 размер. Ондай магазин бар екен, Сенсей деген. Бұл жерде мен өзіме үйге киетін леггинсы алдым. Андай типа спортивный сияқты леггинсы үйге кием. Сосын қызыма мындай кофта алдым. Бізде Кивано деген магазинді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, көріп жүрген шығарсыздар инстаграмнан. Бұл жерде косметика сатады, бытовая химия сатады, сосын киім-кешек сатады екен. Сондай-ақ бір-екі детский заттар бар екен. Соны сіздерге подробно көрсетейін. Ең бірінші мына жерде шыққан карандаш для бровей. Одан кейін қолыма түскені қызыма осындай блокнотик алдым. Одан кейін бізде тұз. Одан кейін мынау пилка. Мен үйде өзім тырнақтарымды ретке келтіремін. Маникюр жасамасам да, бірақ тырнақтарымды пилкамен реттеп отырамын. Одан кейін тень алғам, сол теньге кисточка. Сосын мынау бізде туш. Именно осы тушты мақтады. Объем береді, күшті деп. Одан кейін мынау бізде бұл 20% жеңілдікпен тұрған екен. Бұл тоже қас бояйтын щеткасымен. Мынау мысалға карандаш болса, бұл сұйық. Көріп тұрсыздар ма? Помада сияқты типа, бірақ мына жерде щеткасы бар. Так, мынау бізде помада карандаш. Сосын мынандай тень алдым. Одан кейінгі пакетте бізде 10 тал осындай бетке арналған увлажняющий маска алдым. Біреуін уже қолдандым. Денеге арналған спрей. Денеге арналған детский спрей қызыма. Ерінді увлажнять ететін осындай помада. Резинка. И мынандай түрлі түсті қызыма ручка. Все, болды, сонымен алған затымдар осы. Қыздар әр қашанда өздеріңізге қарап, өздеріңізді ухаживать етіп жүріңіздер. Мынау маскаларды жақсылап бетіңіз тазалап болғаннан кейін ұйықтар алдында қойған намного пайдалы. Бетті түрде иіссу сеуіп, жақсы иіспен жүріңіз. Ол өзіңіз үшін ең бастысы. Біреу үшін емес, кішкене ғана өзіңізге сезілетіндей ғана сепсеңіз болды. Барлық адамға сезілетіндей қылып духи себудің қажеті жоқ. Үйде ванналарыңыз болса, тұз, мынау тұз мысалға 480 теңге ғана тұрады. Бұдан да арзан түрлері бар. Пенка алыңыз для ванны, тұз алыңыз для ванны, соны
толтырып неше түрлі иістермен, наның әртүрлі иістері бар да, сол иістермен рахаттанып демалыңыз. Мысалға, әйел адамны өте қиын, оңай емес, тем более декретте отырған, үйде отырған аналарға өте қиын. Сол себепті хотя бы жарты сағат өзіңізге 1 сағат, жарты сағат, 1 сағат уақыт бөліңіздер. Ванна толтырып, жуынып, осы уходтардың бәрін жасауға. Сосын, енді далада постоянно боянатын қыздарға айтып жатқаным жоқ, бұл постоянно өздеріне уход жасайтын қыздарға айтып жатқаным жоқ. Мен өзім сияқты қыздарға, мен бала босанғаннан кейін өте өзімді тастап қойдым, шын айтсам. Вообще өзіме қарамай қойдым десем де болады. Қазір енді қайтадан өзімді қолға алып жүрмін. Өйткені бала босанардан алдын өте қатты өзіме қарайтынмын, постоянно боянып, духи сеп, постоянно маска жасап, әйтеуір арық болатын, сосын спортпен айналысатын. Спорт болғанда спортивная ходьба, білетін шығарсыздар. Сонымен айналысатынмын, турниктарға салатын, скакалкамен секіретін. Бала босанғаннан кейін өте өзімді тастап қойдым. Қайтадан өзімді қолға алып жатырмын. Сол үшін өте қуаныштымын. Енді қайтадан ақырында боянуды бастаймын. Менің үйде бір теңім бар, менде мүлдем косметика қалмапты. Сол үшін полный алу керек болды. Мынау қыздар постоянно кішкене жеңіл мейк жасап жүріңіздер. Өзіңізге қарап, уход жасап жүрейік. Комментарияда жаза кетіңіздер, более опытный қыздар, более білетін қыздар, тағы да қандай кеңес бересіздер маған. Соны айтып кетсеңіздер. Әрине мен қызымды да кішкентайынан өзіне қарап, әдемі болып уход жасауды қазірден бастап үйретіп жатырмын десем де болады. Конечно, ол кішкентай әлі түсінбейді, бірақ оның миында ол нәрсе қалады. Сол себеп міне мамасы духи сепкен кезде қызы да духи себеді. Спрей. Мысалға, мен қолыма крем жақсам, қызым маған да жақ деп қолым бітіп тұрады. Аяғыма крем жақсам, аяғыма жақ деп отырады да. То есть, сіз не істесеңіз, балаларыңыз, особенно қыздар, соны қайталайды. Сіз мінезіңізді, сөйлеген сөзіңізді, жасаған тамағыңызды, үйде не істейсіз, ертең өскен кезде қызыңыз соның бәрін қайталайтын болады. Сол себепті қыздар өте маңызды, соған мұқият болыңыздар. Балаларымыз үшін, күйеулеріміз үшін, өзіміз бірінші орында өзіміз үшін. Ал қыздар, енді тағы да не алғанымды көрсетейін. Бұны көршімнен алдым. Оригинальная корейская косметика. 100% оригинал деп айтты. Бұл ешқандай магазиндерде неден алған емес, өзі Кореядан напрямую заказ береді екен. Так, тонер. Бірінші умывалкамен бетті жуамыз. Бетті жуғаннан кейін мынамен спонжбен бетті тазалаймыз. Спрей. Мынамен тазалып болғаннан кейін бетіңізге мынаны шашады екенсіз. Сол бізде эмульсия деп аталады. Өте жұқа слойдағы крем. Дневной. Күндіз жағатын крем. Ночнойлар кішкене жирнылау, кішкене толстылау болады екен. А мынау именно күндіз жағатын крем. Күндіз үйтіп баттастырып крем жағуға болмайды екен, қыздар. Енді сол қыздың айтуы бойынша оның опыты бар, өте өзін ухаживать ететін қыз. Осылай. Ал келесі бізде кушон. Миша деген кушон екен. Бұл типа тоналка сияқты, бірақ өте жұқа жағылады. Өте сондай жұқа слоймен жағылатын тоналка десеңіздер де болады, или BB крем десеңіздер де болады. Но бұны кушон деп атайды. Ал енді қыздар, мен сіздерге барлық алған покупкамды көрсеттім. Сіздер де алыңыздар, сіздер де қолданыңыздар, өздеріңізге қараңыздар, уход жасаңыздар. Менің жалпы бұл түсіріп жатқан видеоларым мотивация ретінде, бұл мақтану емес, жай көрсетіп жатырмын. Қыздар, өздеріңізге алыңыздар, аямаңыздар.
ақша жоқ болса күйеулеріңізден сұраңыздар, айтыңыздар, түсіндіріңіздер, немесе ақша табу жолдарын іздестіріңіздер. Өте қазір мүмкіндік көп қыздар. Келесі бір видеоларда мен немен айналысатынымды және қалай ақша табатынымды сіздерге айтып беретін боламын.